Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге депрессия мен стресстен қалай тез құтылуға болады, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Жалпы депрессияның симптомдары қандай? Адам 2 аптадан артық көңіл күйсіз жүрсе, ұйқысы мен тамағы бұзылса, яғни көп ұйықтай берсе, немесе ұйықтай алмаса, тамақты көп іше берсе, немесе мүлдем тәбеті тартпаса, ештеңеге қызықпаса, немесе өте белсенді болып кетсе, демек психолог мамандарға барғаны жөн. Депрессия кезінде адамның жаны ауырады. Кез келген мәселеде өзін кінәлай береді, адамның еңсесі түсіп кетеді, өмірге құштарлығы жоғалады. Кейбір жағдайларда төсектен тұра алмай жата беруі де мүмкін, ал 1-2 күн көңіл күйінің болмауы бұл депрессия емес, ол жай ғана көңіл күйдің түсуі деп қабылдау керек. Көптеген жағдайларда адамдар депрессиядан шығу үшін психологтың, психотерапевттің және психоаналитиктің көмегіне жүгінеді. Психолог депрессиядағы адамның жанына батқан мәселені айттырып, оны тыңдайды. Іште қатып қалған сезімдерін, олардың эмоцияларын жібітеді. Ал адам орнынан қозғала алмай, тұрмай жата берсе, психиатрға жібереді. Психиатр дәрі-дәрмек, антидепрессант беруі мүмкін, бірақ антидепрессант қайғыны ешқайда жібермейді, тек уақытша ғана басады. Сондықтан депрессия кезінде психолог пен психиатрмен бірге өзіңізде жұмыс жасауыңыз керек. Жалпы біз өмірімізде әртүрлі адамдармен қарым-қатынас жасаймыз және әртүрлі жағдайларды басымыздан өткіземіз. Ол ұжымдағы, отбасындағы қарым-қатынастар, қоғам қатынастың ең үлкен шеңбері. Бір-бірімізбен қарым-қатынас жасай отырып, кейде ойламаған жағдайда жағымсыздық туындап, қобалжып немесе қысылу әсері, кейде келіспеушілік кезеңінде түсініспей қалатын жағдайлардың негізі де болады. Ал ол стресске, неврозға, психиканың бұзылуына әкеліп соғады. Стресс дегеніміз 3 түрлі жағдайда байқалып отырады. Оның алғашқы көрінісін мазасыздану кезеңі дейді. Организмнің күшті тітіркендіргіштермен айқасқа түсуін күш салу немесе қиналу кезеңі деп атайды. Адам сырттан келетін әсерге төтеп беруге шамасы келмеген жағдайда титықтап, әрекет жасаудан қалады. Мұндай қолайсыз әсер нерв жүйесінің жұмысына да, дене күшіне де нұқсан келтіретіндіктен адам өзінің сыртқы ортамен байланысын үнемі қадағалап, реттеп отыруы қажет. Адамның әртүрлі эмоциялары мен сезімдері оның қажеті мен қызығу ерекшеліктеріне, дүниеге көзқарасы мен сеніміне, мінез-құлқы мен білім көлеміне, санасы мен ерік сапаларына байланысты қалыптасып отырады. Ал депрессияға түскен адамда мынадай белгілер байқалады. Біріншіден, көңіл күйдің болмауы, жабырқаңқы, тұнжыра жүріп, еңсесін көтере алмауы, қызығушылықтың болмауы. Үшіншіден, бір сұраққа айналып соға беру, шешім қабылдай алмау. Төртіншіден, ішкі жан дүниесінің мазасыздануы, үрейлену, қорқыныш, сонымен қатар шаршағандықты сезіну, күш-қуаттың жоқтығы, ұйқысыздық немесе керісінше ұйқыдан арыла алмау. Сонымен қатар тәбеттің болмауы, салмақтың төмендеуі немесе тәбеттің күрт жоғарылауы. Келесі белгісі адам өзінің бойын басқара алмай ауыр сезіну, ағзадағы өзгерістер, ауыздың құрғауы, іштің жүрмеуі, тершеңдік және де есте сақтаудың бұзылуы, ойды жинақтай алмау, ішімдікке бой алдыру немесе уақытша психологиялық белсенділікті көтеретін заттарға құмарлықтың пайда болуы. Егер жақыныңыздың немесе досыңыздың бойында дәл осындай белгілерді байқасаңыз, ол адамның депрессияға түсіп жүргенін түсіне беріңіз. Депрессияға ұшыраған адамға қандай психологиялық көмек қажет? Біріншіден, депрессияға жолыққан адамды тыңдаудан қашпау керек. Адамның өзін көмексіз, қолдаусыз, өзін кінәлі сезінуіне жол бермеу керек. Және де депрессиялық жағдайдың өтпелі екендігін айтып, тез аяқталатынына сендіру керек. Маңызды шаруалардан босатып, жұмыстарды оған жүктемеу қажет. Депрессияға ұшыраған адаммен байсалды, сенімді түрде байланыс жасау қажет. Оны түсінетініңізді, қолдайтыныңызды білдіріңіз. Күнделікті әдеттерін шектемеу керек. Күнделікті күн тәртібін сақтауға
қадаған жасау керек. Және де ұйқыдан тұрмай жатып алуға немесе ерте жатуға, жалғыз қалмауға жол бермеу керек. Өз-өзіне қарап бойын күтуін қадағалау керек. Көңілді қолдан жасап, көтеруден аулақ болу керек. Сын ескертпелерді бұндай кезеңде жасамаған да дұрыс. Психиатрдың көмегіне жүгіну немесе дәрігерге көрінуіне жағдай жасау қажет. Жалпы депрессияға ұшырамаудың және оны дамытпаудың жолдары. Біріншіден, өзіңізге өте жоғары талап қоймаңыз. Сонымен қатар, сәтсіздіктер кездескенде қажымаңыз. Байсалдылықты сақтаңыз. Қай жерде қандай қателіктер жібергеніңізді ойланыңыз. Күн тәртібін құрып, оны сақтауға тырысу керек. Жетістіктерге қол жеткізу үшін өзіңізді қанағаттандыратын зат сатып алыңыз. Мысалы, жақсы көңіліңізден шығатын киім сатып алу деген секілді. Сонымен қатар, күнделікті спортпен шұғылданыңыз. Жақын достарыңызбен жиі араласыңыз. Егер сіз өмірде депрессиялық күйге ұшырап қойған болсаңыз, оның қайталанбауы үшін емдеуші психотерапевтке көрініп тұру керек, немесе психологиялық тренингтерге қатысқанда артық етпейді. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егер ақпараттар ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, қазақша контенттің дамуын қолдай кетіңіз. Алдағы уақытта сіздерге көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.